Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен бүгін сіздерге Тозақ жұмағының екінші бөлімін айтып беремін. Бөлім алдыңғы бөлімдегі Габимарудың төбелесінің жалғасынан басталады. Габимару өлмейтінді өзімен бірге алып кетпекші болғанда, өлмейтін оның есіне кіріп кетеді. Ол ішінде ештеңе көрінбейтінін айтып, ниндзямен төбелеседі. Сол кезде бір қолы жоқ адам: «Неге Габимару өзінің дауысын қолданбайды?» деп сұрайды. Мэй оның дауысы әлсірегенін, ал қарсыласының дауысы күшейгенін айтып, Габимару оны жеңе алмайды дейді. Ал Габимару өзінің ұтылатынын ойлап, егер тағы да отпен шабуыл жасасам өлемін деп қауіптенеді. Ол келесі ниндзяға жол ашатынын ойлап, өзі өлгеннен көрі алдындағы өлмейтінді өлтіру маңызды екенін айтады. Сол кезде артынан біреу ұстап қалады. Бұл оның әйелі, бірақ Габимару оны танымайды. Соған қарамастан, ол өлтіруді қалайды. Өлмейтіннің інісі не болып жатқанын түсінбей, ағасының неліктен ондай қадамға барып жатқанын сұрайды. Сонда бір қолы жоқ адам: «Ол сені барынша қорғауға тырысып жатыр» деп жауап береді. Інісі: «Мені неліктен қорғап жатсың? Мен бұған лайық емеспін» деп алдына жүгіріп барып соққыны өзіне қабылдайды. Осы кезде ағасы есін жинайды. Інісі оған екеуінің бірге шайқасып жатқанын айтып, өзінің әлсіздігі үшін кешірім сұрайды. Габимару екеуін де жағып жібермекші болғанда, Мэй жоқ деп, өзінің күшімен жерді айырып жібереді. Екеуі құлап бара жатқан жерінен ағасы інісін жоғары лақтырып, «Мені күт» дейді. Ал Мэй әлсіреп үлкейіп кетеді. Сосын бізге екінші топты көрсетеді. Олар бірінші топты іздеуге шығып, екі топ кездеседі. Мэйдің өз күшін қолданғаны туралы сұрайды. Өлмейтіндерді жеңген адамдарды көріп, 1000 жыл өмір сүрсе де, мұндай адамдарды көрмегенін айтады. Арасындағы соқыр адам: «Бұл жерден басқа жаққа кету керек» дейді. Сагири болса Габимару мен Мэйдің жаралы екенін айтады. Габимару оянып, айналасында тыңдайтын адамдардың көбейіп кеткенін көреді. Сагири оны көргісі келіп, қолын тартып жібереді, бірақ ол басқа адам болып шығады. Сагири Габимаруға барлығын еске түсіре алатынын айтады. Габимару оның қолын қайта-қайта қайтара береді. Сол кезде оны жерге жатқызып алады. Габимарудың оған шамасы жетпейді. Сагири онымен даусымен бөлісіп, оны емдейді. Нәтижесінде ол бәрін еске түсіріп, әйелін таниды. Осымен екі бөлімде аяғына жетті. Ал сіздер лайк басып тіркеліп кетіңіздер.